Брокколи капустасын қысқыға сақтау әдісімен бөлісемін. Дайындықты бастамай тұрып, бір ыдысқа су құйып, мұздатқышқа қойып қояйық. Кейін бір ыдысқа 4 шай қасық тұз салып, үстіне 1,5 литр су құйып, қандай да бір жәндіктер болса, солардан арылу мақсатында осы суға салып 15-20 минутқа қалдырамыз. Кейін суық сумен бір жуып алып, құрамындағы дәрумендер мен түсін сақтап қалу үшін ыстық суға 2 минут қана пісіретін боламыз. Сол уақытта мұздатқышқа қойған мұздай суымызға немесе мұз қосылған суымызға ыстық судан алып шығып, бірден суық суымызға салып суытатын боламыз. Мұздай суда суыған брокколи капусталарын душылаққа салып, суын әбден сорғытып, осындай майлықтардың үстіне әдемілеп тізіп шығып, кептіреміз. Қағаз майлықтармен де құрғатсаңыздар болады. Әбден құрғағаннан кейін ғана тақтайлардың үстіне бірін-біріне тимейтіндей етіп осылай тізіп шығып, 2 сағатқа мұздатқышқа қойып, қатырып алып, кейін арнайы контейнерларыңыз болса соған салуға болады. Мен көбінесе осындай замогы бар пакеттерге тізіп салып, жақсы сақталу үшін де ішіндегі ауасын осындай трубочканың көмегімен шығарып тастаған дұрыс. Дәрумендерге өте бай әрі дастарханыңыздың көркін келтіретін брокколи капустасын дәл осы әдіспен сақтап, керегіңізге жаратыңыз.